Hey guys, сіздермен бірге бота және бүгін біз Gen Z топ 10 vocabulary'ін талдайтын боламыз. Егер дайын болсаңыздар, кеттік. Бірінші талдайтын сөзіміз slay. Slay деген қандай мағынаны білдіреді. Slay сөзін біз мынандай ситуацияларда қолдансақ болады. Қандай да бір зат ерекше күшті болып шыққан біздің ойлағанымыздан да. Мысалы, girl, your outfit is slaying. Ей қыз, сені бүгінгі киіп келген аутфитің топ. Өте керемет деген мағынаны білдіреді. Екінші, Gen Z vocabulary'ндағы ол сөз no cap деген. Cap деген ол қазіргі сленгте Gen Z-лардың қандай да бір өтірік, түкке тұрғысыз затты айтады. Бірақ no cap дегеніміз шын айтам, өтірік айтпаймын, for real деген сөзді білдіреді екен. Мысалы, I'm telling the truth, no cap. Мен шынымдығымды айтып тұрмын ғой, ешқандай өтіріксіз. Келесі үшінші фраза ол hits different. Hits different деген ерекше сезіледі деген сөз. Буквальный смысле. Мысалы, yo, this song hits different when you listen it at night. Мына өлеңді сен түнде тыңдасаң, ол вообще ерекше сезіледі деген сөз. Hits different, қандай да бір ерекше сезім беретін дүние. Келесі фраза ол main character. Main character дегеніміз өздеріне өте уверенный адамдар, өздерінің өмірінің басты кейіпкері болып сезінетін адамдар. Яғни оларды буквальном смысле переводы main character деп те айтайды екен. Wow, she is so confident, she is the main character of her own life. Она такая уверенная, ол өзінің өмірінің басты кейіпкері. Келесі фраза ол period. Period негізі ағылшын тілінде ол точка деген мағынаны білдіреді, яғни сөйлемнің соңында қойылатын, бірақ оның Gen Z сөздігінде қолданылатын мағынасы сәл ерекшелеу. Мысалы, қандай да бір сіз өзіңіз сенетін бір сөйлеміңізді немесе жаңағы ойыңызды айтасыз да, болды, әңгіме осымен бітті деген мағынаны осы period сөзі айтады екен. Мысалы, pizza is the best in Italy десеңіз, оның соңында period айтсаңыз, яғни Италияда ең үздік пицца. Айттым бітті деген мағынаны білдіреді екен. Келесі сөз ол slaps. Slap деген ол көбінесе музыкаға байланысты қолданылатын Gen Z-дің сөзі. Мысалы, қандай да бір музыка өте жағымды, ерекше болып шықса, онда біз slap деген сөзді қолданамыз. Мысалы, the new album of Billie Eilish slaps. Яғни Billie Eilish'тің жаңа альбомы өте күшті шыққан деген мағынаны білдіреді. Келесі фраза ол sus. Sus деген ол suspicious деген сөздің қысқартылған бөлімі. Қандай да бір, яғни что-то сенімді тудырмайтын біртүрлі заттарға қолданамыз. That's suspicious-тің орнына that's sus деп айтуға болады. Келесі фраза ол vibe check. Vibe check дегеніміз сізге қандай да бір атмосфера ұнайды ма, яғни достардың арасындағы немесе қандай да бір комьюнитида, онда біз Gen Z-лар қолдана аламыз осындай фразаны. Checking the vibe. The vibe is nice. Келесі соңғы біз бүгін үйренетін Gen Z vocabulary'miz ол lit. Lit дегеніміз ол қандай да бір сен көптен күткен бір концерт болсын, мереке болсын, сол саған әкелетін сезім. Мысалы, that concert was so lit. Мына концерт топчик болған деген секілді. Okay guys, сіздерге егер Gen Z vocabulary ұнаса, бізге лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де біздің каналға подписаться етіңіздер. See you. Bye bye.